Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып дүниетану. 24-ші сабақ. Алтын адам неліктен мемлекеттік символға айналды? Бүгінгі сабағымыз тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақты бастамас бұрын сен тарихи ескерткіш туралы не білесің? Өз біліміңмен, өз білгеніңмен бөлісші. Осы сұраққа жауап беріп көр. Балалар, тарихи ескерткіштерге, тарихи оқиғаларға қатысты ғимараттар, ескерткіштер және жәдігерлер жатады. Балалар, мына суретте көріп тұрғандарыңдай, бұл есік қорғаны. Қазақстанда есік қорғаны өте танымал. Ғалымдар ол жерден сақ ханзадасының сүйегін тапты. Оны алтын адам деп атады. Ханзаданың киімі мен қаруы алтын әшекейлермен безендірілген. Балалар, ханзаданың басында ұзынша бас киімі бар. Камзолы мен етігі ұсақ әшекейлермен өрнектеліп, былғарыдан тігілген. Жанында қанжары мен қылышы қоса жерленген. Әшекей бұйымдарда ілбіз, арқар, жылқы мен құс бейнеленген. Сақтар қару мен киімдегі аң құстардың бейнесі жауынгерді жаудан қорғайды деп сенген. Алтын адам қазақ халқының азаттық және еркіндік символына осылайша айналды, балалар. Алтын адам туралы аңыз бар. Оны үлкендердің көмегімен біліп ал. Балалар, экскурсия жетекшісі, экскурсия жүргізудің шебері. Ол тарих, мәдениет және географияны жақсы меңгерген адам. Адамдармен тіл табыса біледі. Қызықты әңгімелер айтып, тыңдаушының ұйыта алады. Балалар, естеріңе түсіріп көріңдерші, сендер қай жерлерге экскурсия жасап көрдіңдер? Балалар, бір ойын ойнайық. Сені экскурсия жетекшісі дейік. Сурет бойынша алтын адамның бас киімі мен қаруын сипаттап айт. Және сендерге тапсырма. Алдарында тұрған алтын адамның бас киімін суреттегі үлгі бойынша боя. Және оны өзіңнің мұғаліміңе тексерт. Балалар, бүгінгі дүниетану сабағы осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.